Қазіргі парламентте жүрген депутаттардың істеген ісіне, сөйлеген сөзіне қарап отырсаңыз, олардың халықпен ісі жоқ. Бөлектеніп қалған. Өздерінің депутаттық міндеттерін, анттарын ұмытып кеткенде, сондай адамдарды таңдап өздері біртіндеп жинап алған ғой енді. Олар сайланбаған. Сайлау дұрыс өткізілмеген, адамдар дұрыс іріктелмеген. Партиялық тізіммен жаңағы деп алып сайлады ғой бұларды. Бірақ бұл кәдімгідей бұрынғы парламенттерге қарағанда өте осал, нашар, заңмен ісі жоқ депутаттар болып біздің саяси өмірімізде, тарихта солай қалатын шығар енді. Енді бұлардың да күндері таяп келе жатыр. Мына жаңа ата заң деп айтып жатырмыз ғой, осында өзгере ме деп бірдеңе. Елдің бәрі ойбай өзгереді, ата заң керемет ата заң екен деп қуанып жатыр да. Ал енді ана заңда жазылған, ата заңда жазылған баптарға қарасаңыз, бұлардың осындай адамдар жинап алады тағы да. Енді партиялық тізім деген сол ғой енді. 3-4 партия күреседі бір-бірімен. Қай партия көп дауыс алса, сол партия жасақтайды. Аманаттан аннан алып келеді. Олар өздері біледі ғой, олар қолданып алған әбден. Қандай адамдарды жинау керек екенін. Содан кейін бұдан да хуже болады. Назарбаев айтпақшы. Следующий будет хуже деген сияқты. Сондай бола ма деген бір күдік бар. Сондықтан ата заңға өзгеріс енгізіп жатқан адамдар, соған сеніп отырған адамдар ойлану керек. Мынандай баптар енгізу керек. Мына парламенттің рөлін күшейтетіндей, президенттің рөлін шектейтіндей, оның міндеттерін шектейтіндей заңдар болу керек. Мына 3 биліктің тармағы, заң шығарушы, атқарушы билік, сот билігі бірін-бірі теңгеріп тұратындай болу керек. 4-ші билік, баспасөз оларды қадағалайтындай рөлі күшті болу керек. Оларды қас қаққан, істеген істерінің бәрін халыққа жариялап, ашықтық болу керек. Демократияға қарай бір табан жақындау керек. Сондай баптар болса, бұл конституция жұмыс істеу керек. Ал егер ондай баптар болмаса, бұл жұмыс істемей тұратын конституция болады деп ойлаймын.